Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиада жүлдегерлерімен кездесті. Биыл оқушыларымыз ел намысы сынға түскен зияткерлік байқауларда жоғары нәтиже көрсетіп, медаль саны бойынша өткен жылдың рекордын жаңартты. 2 алтын, 13 күміс, 11 қола, барлығы 26 медаль. Интеллектуалды жеңістерге қол жеткізген азаматтарымыз ертең біздің мемлекетіміз даму үшін үлкен өзінің үлесін қосатыны сөзсіз. Әсіресе биылғы жылы математика, халықаралық математика олимпиадасында Айбек алтын медаль алып, басқа да біздің осы балаларымыз жеңіске жетіп жатқанда біз өте қатты қуандық. Одан кейін міне соңғы олимпиада география бойынша олимпиада болды. Онда да үлкен жеңіске қол жеткізіп жатыр. Биылғы жылы өте сондай бір жақсы осы олимпиадалық қозғалыс үшін жемісті жыл болды деп айтқым келеді. Биыл халықаралық пәндік олимпиадада оқушыларымыз биік тұғырдан көрінді. Математика пәні бойынша әлемнің 107 елінен 600-ден астам адам қатысқан білім додасында шәкірттеріміз қатарластарынан оза шауып, команда қоржынына алтын медаль салды. Сондай-ақ география пәні бойынша да әлемнің 79 елінен қатысқан 300-ден астам оқушы арасынан алтын медальді жеңіп алды. Бұл жаттықтырушылардың қажырлы еңбегі мен жеңімпаздардың табандылығының мықты дайындығының нәтижесі. Еңбек, табандылық, талант, в какой-то степени талант болу керек. Сосын жақсы мұғалім болу керек деп ойлаймын. Жақсы мұғалім болу вообще успехтың ең бастапқы фундаменті деп ойлаймын. Бізге дейін география пәнінен тек қола жүлде болған. Қазақстан Республикасының командасы талай рет барып тек қола жүлдеге болды. Және де біз бірден барып күміс, қола және алтын медаль алғандықтан мен өте қатты қуандым. 21 ғасыр білімнің заманы. Менің ойымша қазақ жастары қазір білімге ұмтылып, білімді болуға талпыну керек деп ойлаймын. Халықаралық олимпиададан көбісі орын алу мүмкін емес деп ойлайды, бірақ ол өтірік. Егер адам өзіне сенсе, өзінің қалағанын істей алады. Еркін форматты өткен кездесу барысында оқушылардың бұдан да жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадаға дайындық жұмыстары талқыланды. Оқушылар мен жаттықтырушылардың пікірлері тыңдалды. Зияткерлік жарыстарды жетілдіру тетіктері қарастырылды. Халықаралық олимпиадаға оқушыларды іріктеу кезінде академиялық адалдық, сондай-ақ жарыстарға дайындалу үшін кітаптардың қазақ тіліне аударылуы сынды оңтайландыру жұмыстары қаралды. Академиялық адалдық өте тез көтеріліп келе жатыр. Бұл бізге жақсы балалар таңдауға өте күшті көмектеседі. Қазір барлығының жұмыстарын алып, барлығын интернетке қояды, барлығы оны көре алады. Тексергеннен кейін оны да көре алады. Және нәтижелерін де көре алады. Яғни барлығы прозрачный, яғни барлығы көрінетіндей transparency жасаған. Қазақта әдемі мақал бар ғой, бап шабама, бақ шабама дейді. Дегенменен сол баққа баптайтын адам ол тренер болып есептелінеді, ал енді сол бапқа көнетін оқушы болып есептелінеді. Сондықтан екі жақтама жұмыстың арқасында осындай дәрежеге жетуге болады. Жалпы зияткерлік жарыстарға оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін халықаралық олимпиада жеңімпаздары мен жаттықтырушыларына қолдау көрсету маңызды. Кездесу барысында оқушылар мен мұғалімдерге сыйақы тағайындау сынды ынталандыру шаралары да талқыланды. Биылғы республикалық олимпиаданың өзі әділ өтуінің қаншалықты академиялық адалдықты сақтай отырып, әділдікті қолдай отырып өткізілді. Егер осының жалғасы табылатын болса, және оқушыларымызды шетелге болсын, осы жоғарғы оқу орындарында болсын, оқу жаттықтыру жиындарын терең дайындау арқылы жүргізсек, мен ойлаймын, бұдан да жақсы көрсеткіш жеткізуге болады. 2 сағаттан астам уақытқа созылған кездесу соңында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының директорына бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ халықаралық олимпиада жеңімпаздары мен жаттықтырушыларын марапаттап, оларға алғысын білдірді.